Мемлекеттік қызметкерлер арасындағы спартакиада футбол матчтарымен аяқталды. Шағын футболдан ойындар Жасыбай спорт кешенінің үлкен залында өтті. Ойынға қала әкімдігі, полиция, прокуратура қызметкерлері мен өрт сөндірушілерден құралған командалар қатысты. Айта кетейік, шенеуніктер спорт жарысына жақсы дайындалған. Қала берді олардың көпшілігі әуесқой футболмен айналысатын көрінеді. Ойын бар жерде күтпеген жағдайлар да жиі орын алады. Мәселен, әкім аппаратының командасы бірінші таймды сенімді және айқын басымдылықпен бастап есеп ашты. Бірақ екінші таймда прокурорлардың асығы алшысынан түсіп, ойын барысы өзгерді. Полиция қызметкерлері мен олардың төтенше жағдайдағы әріптестерінің арасындағы ойында тартыстылардың бірі болды. Бүгін шағын футболдан мемлекеттік қызметшілер және полиция күніне арналған шағын футболдан спартакиада өтуде. Бүгінгі шағын футболда 4 команда қатысуда. Олар төтенше жағдайлар басқармасы, Екібастұз қаласының әкімдігінің аппараты, қалалық прокуратура және басқармасы қатысуда. Барлық мемлекеттік қызметшілердің көңіл-күйлері өте жоғары. Бүгінгі шағын футбол жақсы дәрежеде өтуде. Спартакиада қорытындысына келсек, жалпы командалық есепте 280 ұпай жинаған құқық қорғаушылар, яғни полиция қызметкерлері бірінші орынды иеленді. Екінші орын төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлерінде. Үшінші орын Екібастұз қаласы әкімдігінің экономика және қаржы бөліміне бұйырды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер қала әкімінің грамоталарымен және кубоктарымен марапатталды. Ал шағын футбол турнирінде прокуратура командасы жеңіске жетті.